Біз қазақ халқы өзіміздің этностық қалыптасуымызға дейін, одан кейінгі өмірде мынау кең даланың құшағында өстік. Біздің үлкен сахара ұлтты тәрбиеледі. Оған дәлел ретінде не айтуға болады? Қазақтың бүкіл ішкі жан дүниесі, фальсафасы осы кең сахарамен қалыптасты. Біздің ұлттың мақалын алып қараңызшы, мақал мәтелі. Дүниеден, өмірден туған нәрсе. Сөз саптауын, ой қорытуын, қашықтық өлшемі деген мәселелерді айтатын болсақ, қазақтың болмысы мүлдем бөлек. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген мақаласында ұлттық код деген сөз айтылып, соған анықтама берілді ғой. Осы ұлттық код дегеннің әр жағында ұлттық болмыс, ұлттық түсінік деген сөз. Кеше кеңестік дәуірде мына партиялық пәндерді оқытқан уақытта ұлттық нигилизм деген түсінік пайда болды. Ол не нәрсе? Ұлттық нигилизм деген сол ұлттың өкілі ретінде өзін айтуға ұялатын, мен қазақпын деп айтуға ұялатын сыңар жақтық шала түсінік пайда болды. Ал енді бүгінгі таңда біз өзіміздің ортамыз жастарды керісінше мен қазақпын, мың өліп мың тірілген деген қазақ екенімізді айтатын заманымыз туды. Ол үшін нені білу керек? Өткен тарихты білу керек. Ата-бабамыздың ерлігін білуіміз керек. Бүгінгі жастар компьютерлік сауаттылық, әлемдік ғаламшардың мүмкіндігін бәрін пайдаланбай біз сыртта қалуымызға болмайды. Тек орта ғасырлық көзқараспен қалыптасуымызға ешқандай болмайды. Бірақ дегенменен жаңа рухани құндылыққа қатысты мәселені біз ерекше назарда ұстауымыз керек.